Қайырлы күн достар. Бүгін құймақ пен сыр қосып тауық етін пеште дайындайтын боламыз. Әуелі тауықтың сүбесін ірілеп етіп кесіп аламыз. Содан соң 3 жұмыртқаны жарып, қаймақты қосып араластырамыз. Сырды үккіштен ұсақтап өткізіп, жұмыртқа мен қаймаққа саламыз. Жақсылап араластырамыз. Массамызды туралған тауық етінің үстінен саламыз. Тұз қосамыз, бұрыш себеміз. Пешке арналған ыдысымызды майлап, дайын болған массаны құямыз. Біркелкі жайып аламыз. Жіңішке дөңгелектеп кескен пиязды бетіне қойып шығамыз. Қызанақты бетінен қоямыз. Сырды ұнтақтап себеміз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 40-50 минуттай пісіреміз. Міне достар, өте керемет, дәмді қаймақ пен сыр қосып пісірген тауығымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.